маңызы да, мәні де терең, абыройымызды асқақтатар, мәртебемізді биіктетер айтулы мереке, Қазақ хандығының жеке ордасын құрып, шаңырақ көтергеннің 550 жылдық мерейтойы баршаңызға құтты болсын. Жамбыл атындағы номері 5-ші мектеп гимназиясының Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толуына арналған қазақ тарихының терең тағылымы атты әдеби-музыкалық кешіне қош келдіңіздер. жарлықтың 550 жыл болыпты тарихта қазақ атты құрылғаны хандықтың. Бабалар ел тізгінін алып қолға, түсірді ұлтымызды ұлы жолға. Қазақтың хандығы деп аталатын құрылды қуатты ұлт қазақ орда. Нығайды дешті қыпшақ қоғамында, бөленді ұлы дала жаңа нұрға. Хандықтың түп қазығы нық қаланды Керей мен Әз Жәнібек заманында. Ашуызасын халықтан алып, жазалай бастады. Салықты көбейті, тайпаларымыздың берекесін алуда. Сондықтан да біз, бауырымыз Жәнібек екеуміз, сізге бір бұйымтаймен келіп тұрмыз. Бұйымтайың болса, айт. Алдияр,
тайпаңыздан бізге жер бөліп берсеңіз, сол жерге өз тайпамызбен барып қоныстанып, өсіп өлсек деген ойдамыз. Керей Жәнібек, мен өзімнің ақсақал сұлтандарымен ақылдасып, бір шешімін айтармын. Әзірше барып демала тұрыңдар. Құптасın. Ал ақсақалдар, қандай ойда болып отырсыздар? Жер, халықтың байлығы. Оны ешкімге беруге болмайды. Осы жолы қысып, Керей мен Жәнібек көрінбесін. Ертелі кеш, сол жақсылығымыз өзімізге қайтар. Әбілқайырдан өш алар кез келді. Шекарамыздың батыс аумағын қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек, алдияр. Әбілқайыр менің жауым. Яғни менің жауымның жауы менің досым. Шу мен Талас өзенінің бойындағы Қозыбасы жері Керей мен Жәнібектің құт мекендері болсын. Дұрыс, алдияр, дұрыс. Шақыр Керей мен Жәнібекті. Керей, Жәнібек сұлтандар, кіріңіздер. Ойлана, ақылдаса келіп, бұлай шештік. Шу мен Талас өзенінің бойындағы Қозыбасы жері мына сендердің құт мекендерің болсын. Алдияр, біз бұл жерді құт мекенге айналдырамыз. О, сүйінші халқым! Көптен күткен арманымыз орындалды. Bir duasına жиналар күн туды. Жаңбыр менен жел көгерер. Бата менен мына ел көгерер. Ақсақал, батаңызды беріңіз. Ақсақал, ақ батаңызды беріңіз. Әмин. Өндеріміз тыныш болсын. Үйлерімізге ырыс болсын. Әмин. Ұлдарымыз есті болсын, қыздарымыз есті болсын. Орындарымыз төр болсын. Дастарханымыз мол болсын. Уайым қайғымыз жоқ болсын. Жастарымыздың қазасын көрмей, Әмин. зұлымдардың жаласын көрмей. Елімізде бірлік болсын. Жарасты тірлік болсын. Әмин.
мен bedel attı. Sodan beri kanşa mərtə su aktı, kumdan kumda kanşa kan bulaktı. Zamanalar zaprandar əkelib, san davullar dağmen tasdıqlattı. Жүзді қазақ қарсы дүлей ағысқа, жау атылды, айналды да барысқа. Талай мәрте жалап жазды жарасын, жеті басты жоңғарлармен соғыста. Şıpırındı zaman болып, kan kешті, жеті жұртқа жұтылмауға. Қазақтың қашаннан ақшаны түрі, өшпеді өртесе де ұлттың үні. Ұйқыдан әруақтар оянады, елімай ән естілсе әлі күні. Хан ордасы түнерген түнді түрді, бөрі басы байрағым биік келді. Қазақта текті туған ер Абылай, бір тудың астына кеп жинай білді. Енді қазақтардың досы шығып жер бетінен жойылады. Еділ мен ертістің арасын ойрақтар жайлады. Қоңтайшым, сіздің беріңізбен қазақ ханы Абылайды алып келдім. Жүні жығылып, кеудесі басылып, басы салбырап қалған бой. 7 күн зынданда жатқанда. 7 күн бойы қарасыдан өзге нәр тастырған жоқпыз. Ендеше кіргіз, шашты өлтіріп, шаттанған батырдың күйі қалай екен. Көрейік. Кең алудың өлтіруден басқа жол жоқ па осы Қоңтайшым? Ең қазір бұл қазақтың тең-тең. Ол не үшін қажет? Шарыш жекпе-жекке қазақтардың ханзада сұлтандарын шақырған. Ал бұл бұрын үйсін төлебидің түйесін бағып жүрген Сабалақ атты біреу екен. Аяқ астынан Абылайға біран салып, шарышқа қарсы тұра шапты. Бұл қазақтардан бәрі шығады нарашы. Бірақ сіз оның тегін қалай тексермейсіз? Қазір оны өз сыннан өткіземіз. Біріншісі, есіктен қалай кіріп, қайда отырғанын байқаймыз. Екіншісі, ішіне бір кесек толмай салған, бір тостаған су береміз. Судағы толмай, ауызға жақындамай.
тонмайды қолымен алып кетсе тек сіз болғаны. Қызық екен, ал 3-ші сыныңыз қандай? Оны уақытында көресіңдер. Ассалаумағалейкум. Табалдырға аттаған соң сәлем беру адамдық. Ал сәлемді қабыл алма. Надандық. Тұтқынның қабағы қатуы, сөзі батуы екен. Сұзмерлер, шөлін басып, ар жағына ел бассын. О, сенің атау керек тұтқын. Аяғына дейін әшік. О дүниеге кетеді екенмін деп, бұл дүниенің салтын бұзып. Артыма жаманада қалдырар жайым жоқ. Мына атау келеді деп, біреу дайындаған ғой. Соған қалдырған сарқытым бұл. Ендеше, сол ата-бабаның салтымен о дүниеге аттануға мүмкіндік береді. Өлетін адамның иманын ереді, мұнтайшым. Әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа деген осы екен ау. Мен осы шабып шаңырақтың табалдырығын бейбітшілік тілеп аттап едім. Олар хан шапырақ. Бұл тегін адам емес, Қондаш. Тегін адам. Жалбы, сен жарадың. Қақаған қыз демей, шыжыған жар демей, қазақ даласын сүзіп жүр. Ақыры Абылай ханды қолға түсірді. Қондайшым, Абылайды тірі алып келсем, айтқанымды берем дегеніңіз. Аталауымды. Қалауым, соғыста қайтыс болған ағаңыздың қызы Тобыш бұл. Қалауын Тобыш деп. Тобыш қалауын жеткізу үшін тағы бір шартым бар. Айтыңыз Қондайшым. Жарыстың басын алған адам басын сен аласың. Немене? Мен адам өліміне себепші боламын ба? Әй, қанысыне араласпа, сабыр сақта. Қашан, қайда алайын бұл қазақтың басын? Қазір осы жерде Асығы шешпей, ақылға салсаңыз қайтеді, Қондайшым. темірді қызған кезінде соғар болар жалбы. Орна берді. Жүр бұл тез-тез. Жүр. Ой, Бірман, тегін тексердіңіз. Нағыз сандығым екенін анықтадыңыз. Енді шіркейін алып қойғанның жөні қалай болар екен, а? Әлі арны басылмаған сияқты. Тағы біраз сынап көрейік. Келесісін не үшін қажет, Қондайшым? Рухын сындыру үшін қажет. Тұтқындағы қанын қинағаныңызды естіп, қазақтар бір сойқанды бастап жүрмес? Қазақтар маған күш көрсете ме? Әбірім қалсын. Ел ғой оларды. Ел дейді ғой. Қазір олардың 3-тен бірі ойраққа, тағы 3-тен бірі орысқа болмышты. 300-інде 3 хан бар деп естішеді. Бір орта жүзінде 4 хан бар. Олар кімде? Сәмеке, Әбілмамбет, Кішік хандар.
Mına ablaydı da yeri kan atay бастады. Ойбай, билешсі көбесі бірлік болмайды. Соны пайдаланып, қалдан серен олармен жекелеп ойнайды. Құдайым-ау, бұл ойын емес нағыз соғыс қой. Неге ойраттар мен қазақтар бұл соғысты қоймайды? Ойраттар қазір жердегі құдірет. Е? Жаңа қиылған зеңбіректерді сынайтын мезгіл болды. Бірлігі қашып жүрген қазақ хандарын түсіне де кірмейді бұндай қару. Соған барайық. Барсақ барайық, Бақтайшы. Іштегі жауыңда, іштегі қаруыңмен ғана жеңесің. Қандай қару? О, рух! Менің шаштан мерейімді семеткенде сол. Мені туыстатып, қол бастатып азаттық күресіне алып шыққанда сол. Рух! Әруақта! Олар не дейді? Олар халқыңды жаққа жеудіретпе. Рухын көтер, азаттық үшін күреске баста дейді. Әттен дүние! Шарыштыры болғанда менің орнымды сол басатын еді. Сен неге өлтірдің оны? Ал сен, менің атама болайды. Неге өлтірдің? Менің ата-бабаларымның бәрі де осы қалмақтың қылышынан қаза тапқан. Менің көзімде сен аштың қалдан хан. Шөршеттің шын лебізін сен сездірдің. Бұл тұрықтан шығар жол бар деп ойлайсың ба? Әрине бар. Ол қандай жол? Ол жолдың аты бітім. Соғыс ойраттарды да қаужыратқаны рас. Ендеше келісімге келейік. Мен де соны ойлап тұрмын. Келісімге келу үшін Әбілмәмбет ханға елші жіберіңіз. Жоқ, мен семен жасайын келісімді. Мен қабақтың бір руының ғана билеушісімін. Бір руының билеушісі болсаң да, беделім бүтін орта жүзге, ұлы жүзге, тіпті кіші жүздің біраз руларына да жүретін білеміз. Сондықтан тұтқының болсаң да, семен жасайын келісімді. Келісіміміз бітім болса игі. Иә, бітім. Алдын түбін қыз бектер. Мен саған тобыш ханшайымды қосамын. Тобыш ханшайымды жауға бермек болдың. Ханның екселегені. Екселемей. Мен оған Абылайды өлтірсең ғана тобысты берем деген. Өлтіре алмады. Дәті бар ма? Енді өзіне ойраттың тобыш ханшайымы. Қазақтың ханымы болуы тиіс. Алла қабыл етіп, ұзағынан сендірсін. Менің көзім тірісінде солай болады. Ал одан арғысына мен кепіл бола алмаймын.
үлкен туған бала мүше жасқа толғанша солай болады. Арғысына мен де кепіл бола алмаймын. Ендеше, сертізе! Серт еттім. Серт етсін! Менің ұл әжем Жұмақас, жаугершіліктен қолға түскен қазақ қызы екен. Сұлулығына қызығып, батыр қондайшының өзі екінші ерікке алды. Әкесінің тағына осы әжемізден туған сенген, одан кейін қалданатын балалары иеленіп. Әжеміз балаларын нағашылармен дос жар етіп тәрбиелеп, қазақтармен соғыстырған жоқ. Жә, асатпай жатып, құлдық демейік. Алдымен амандығымызды тілейік. Содан соң заманымызды білейік. Сіздің заманыңыз қиын. Ер азаматты сертен тайдыратын жағдайлар көп. Өре, ит аяқтан жуынды ішпейді, екі сөйлемейді. Ер азаматым менің. Айтарымды айттым, арылдым. Етегіңізден ұстадым. Бастаңыз. Сіздер етегерсіз күтіп отқанына бірақ алдамыз өтеді. Мен де оларды қабылдайтын уақыт жетті деп ойлаймын. Кірсін! Ел, есек! Қазақ хан Абылайға саулық тілеймін. Алла сізге ямандық берсін. Ұлы императрицамыз сізге сәлемін жолдады. Және сый-сияпат жіберді. Алла разы болсын. Сізді Орынбор қаласына шақыртқан едік. Алайда келмедіңіз. Жер аяғы қашық. Ордадан ұзақ шығуға мұрша бермейтін тірліктер де көп болды. Сізді ұлы императрицамыз орта жүздің хан етіп бекіткен болатын. Сол грамотаны хандықтың белгісі ретінде иығыңызға жабылатын болғаны шекпен беліңізге тағылатын қылышты Орынбор қаласына табыстамақ едік. Мені халқым әлде қашан хан деп таниды. Өзгелердің бекітуіне зар емес. Сіз ұлы Ресейге қызмет етем деп ант бергенсіз. Мен Ресеймен халқымды қамқорлығына алып, сыр жаулардан қорғануға көмек береді деп бәтуаласқам. Ресей империясы жағдайды қырағы қадағалап отыр. Көмектеспей қарап отырды де. Егер жоңғары бар емес, мына біз қырылып кетсек, не болар еді? Ұлы императрицамыз сізді жоңғарларды жеңіп, Қытайларға тойтарыс бергеніңіз, Ресей империясының шығыс шекараларының қауіпсіздігін сақтауға сіңірген еңбегіңіз деп бағалаймын. Қазақ ордасы өз міндеттеріне адал.
қалмақтармен қырқысып жатқанымызда ең болмаса қару-жарақтан қараспадыңыздар. Есесіне Ресей керуендері жоңғарларға қару-жарақ сатып жатты. Ола десеңіз, Сібір әскери бекіністеріңізде жоңғарларға қару-жарақ тасып жатты. Қалмақтар қырылып, Қытайдың бетін енді қайтарып, халқыма енді қайғысыз ұйықтатам дегенімде, менің алдыма келіп, ант бергенімді есіме түсіріп, тағы да адалдығыма кепілдік талап етесіздер. Алдағы жазда ел жақсыларын жиып, алқалы жиын өткіземіз. Шешім сонда қабылданады. Жолыңыз болсын, сау болыңыз. Сіз бір көш тоқтайтын жерге шатырын тіккізген Қытай елшісі бүгін жолыққысы келеді. Көрсен. Аспан асты елінің айбыны, әлемге аян ежен хан Чаңның қазақ билеушісі Абылайға қамқорлық сәлемін жолдайды. Үлкен елдің билеушісінің үлкен ықыласына бек ризамыз. Ұлы билеушіміз сіздің елшілеріңізді қабылдады. Солар арқылы қазақтардың берген алымын алды. Екі елдің арасындағы алыс-беріс ежелден келе жатқан аталасты. Бұл Қытай елінің еже ханына деген қарапайым сыйымыз еді. Әлемге мейірім шапағатын шашқан ежен хан Чаңның қазақтарды қамқорлығына бөлейді. Сол қамқорлығының көрінісі ретінде сый-сияпаттар жолдады. Көршіміздің бізді құрметтегеніне ризашылығымызды білдіреміз. Ежен хан Қытай елінің қалғынына бөлінген Абылайдың хан лауазымын бекітеді. Мен Қытай патшасының бекіткеніне зәру емес. Ежен хан Қытай елінің қамқорына бөлінген екі ел арасында туыстық орнады деп түсінеді. Арамызда тәтті қатынас орнағанға не жетсін? Бүкіл әлемге нұрын шашқан аспан асты елінің ежен ханы сіздің лауазымыңызды мөр басып бекітіп, үстіңізге торқа тон кигізуі, сол татулықтың рәсімделуі. Татулық үшін тон киюге болады. Міне, енді ағалы інілі бауырдай болдық. Алмақтың да салмағы бар. Татулық, тыныштықтың да өз өтемі бар. Біз түпі бір, түрі бір ел деп қазақтарды бұрын ойлақтарын жайылып отырған жамылықтарға көшіп қонуына теңшілік жасаған едік. Ол өңірлер қазақтардың ежелгі атауыныстары. Ол аймақ ұлы Цинь империясының бөлінбес бөлігі. Бұл мәселеде ортақ мәмілеге келуге болады деп ойлаймын. Қазақтар қалай болғанда да өз жерінде өзгелердің ат ойнатқандарын қаламайды. Мұндай шешім қазақтарды
шекара маңындағы саудасына кері ықпалын тигізетінін ойлануымыз керек. Ойланып отырмыз. Уақыт беріңіздер. Мен би сұлтандармен ақылдаспай, бұл шешімді қабылдай алмаймын. Хан, орда жиынын көп созбай өткізетін болар. Иә, тездетеміз. Алайда жолыңыз болсын. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қалмақты жеңсек, халқымның қарны тояр, қайғысы басылар, ұйқысы тұншыр деп едім. Енді Орынбордан Өскеменге дейін қаптаған орыс бекіністері, Алтай мен Алатау арасына Қытайлар бекініп жатыр. Өзегімді өртеп барады осынау ащы сызық, ұзайқы жолақ. Қаумалаған аңшылардай от қарулар бейшара көшпенділерді қоршап келеді, қорсап келеді. Қазаққа салаумады дұшпан ноқта, кеудесін тостелдер қызыл шоққа, ел аман қалу үшін нар тұлғалар, бастарын тікті ажал құрбандыққа. Құламай, киіз үйдің бел ағашы, жалғызбен жасыл демдеп жан жарасы, келеді аман сақтап ар ұяты, қазақтың қасиетті кең даласы. секілді жауыз келді. Астыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп айқай салды. Елдің малын қолдағы тартып алды. Аштықты қолдан жасап бүкіл елдің жартысынан астамын қырып салды. 4 миллион жан екі аштықта ажалы құшты. Аш қазақ айдалада боран құшты. Сталин, Голощекин бас жендеттер шімірікпей халықтың
Қаным ішті, ұлт жанына жазылмас жара түсті. Қиындықтар алқымнан ала түсті. Бас кетсе де халық үшін жаны күйіп, тұрар сынды арыстар ара түсті. Одан кейін қуғын сүргін басталды. Көздерінен аналардың жастанды. Халық жауы діндар ұлтшыл жансыз деп талай арыс түрмелерге тасталды. Асты оқығанын қазақтың, азапта да оққан шерлер мазақ қып, абақтыда тұрғындар елімнің көрді небір ауыр түрін азаптың. Айып салды, ойға келмес қайдағы. Аяқ болды, бұғау салып байлады. Жіпке кізіп, қиыр шығып Сібірге, зиялысын ұлтымыздың айдады. Сотсыз, отсыз талай жанды қамады. Қалмағандай одан басқа амалы. Шаруа баққан момын аңқау қазақты НКВД ашқасқырдай талады. Ар намысы ұлтымыздың тапталды. Шаңырағы құлауына шақ қалды. Еңіреген сансыз ердің жолына құрды үкімет қандауыз қақпанды. Сұмдық үрей қажытты әбден төзімді ел. Биліктің жауыздығын сезінді. Жаны азап шеккен соң дархан халқым. Тілі, ділі, дінінен де безінді. Алихан мен Ахмет, Маржан тұрарлар, Жанша, Халел, Алашым Темірандар. Ілияс, Сәкен, Бейімбек, Міржақып пен Темірбектен ажал құшты қырандар. Ерен ерлер, нағыз көк жалбарыстар, сағым болып арамыздан алыстар. Елің үшін жасаған жан қиярлық, еңбегіңді ұмытпаймыз арыстар. Дұшпанда бас еген қой сонысына. Батырға байран алып кеткен жоқ па кешегі ұлы отан соғысында. Ленинградтық өлеңім, мақтанышым сенедің, негізінен сүйкімді, бұлағымбай көремін, жасағам жоқ өмірді, жау сойғанын көргелі, төккенім жоқ терімді, болуға жаудың ермегі, жаралған жоқ салтанат, жау болуға жаудың ермегі, жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ көңгелі, жасағам жоқ, мен жасадым мен өмірді, талқан қып жауды жеңгелі,
саудыратып сүйегін топыраққа көмгелі, Қазақстан жерінен жаралғандай елгегі жолды бастап қол кетті, сендерге дем бергелі. Не қалабын қорыңдар Ленинградтың ерлері, ұрпаққа үлгі болыңдар заманымның өрнегі. Бүгін Жамбыл тыңдаса, естиді жаудың келгенін, есігіңе таласып, созықты озбыр өңменін. Естерінен адасып, жолына ұйып өлгенін, жеті басты жалмауыз жайыпты қан шеңгелін. Дегеніне жетпес ол қақпалдында қансырар. Келген шығар айдап сор, жылан басты жаншылар, жау түнегі аршылар.